балуан тас идеясымен ауырған адам ол міндетті түрде өзінің саласын жарады. Ол өзінің саласында басқалар мүмкін емес деп есептейтін дүниені жасап шығады. Ол мүмкін емес деген мәселесін көтеріп орнына қойып береді. Бұл мен символдық балуан тас деп атап отқаным сол да. Яғни әркім өз саласында балуан тас көтеретін болса, мынау Қазақстан ұлы державаға айналып кетер еді деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум әлеумет. Қазақ үні сұхбат алаңына қош келдіңіздер. Біз әрине ұлтқа пайдалы дүниелерді айтуға қашанда асықпыз. Бүгінгі тақырыбымыз осы жайында. Бүгін біздің студиямызда қонақта балуан тас ұлттық спорт түрлері және мәдениеті академиясының президенті, күш мәдениетін зерттеуші Абылайхан Қалназаров мырза, қош келдіңіз. Армысыздар. Енді жалпы соңғы кездері осы балуан тас академиясы туралы ақпарат құралдарында көп айтылып жүр. Оған негізде жоқ емес. Академия өзі қоғамдық негізде жұмыс істейтін мекеме бола тұра, жаңағыдай басқа мемлекеттік мекеме сияқты мемлекеттің қаражатын алып, немесе белгілі бір ақыға жұмыс істеп жатқан жоқ. Тек бәрі қоғамдық негізде өз күшімен атқарылып жатқан жұмыстар бола тұра, соған қарамастан жыл басынан бері 2-3 айдың бедерінде 4-5 осы қазақ руханиятына үлкен үлес қосатын шараларды ұйымдастыра алды. Бүгін соларды айтып өтсек, әлбетте ең біріншісі ол осы қаңтар айында Астанада қазақтан шыққан тұңғыш дипломат, белгілі қоғам және мемлекет қайраткері Нәзір Төреқұлұлының музейінің ашылуы болды. Жасыратын жоқ, расында да осы бір ірі тарихи тұлға туралы бізді көп айтыла бермейді. Сондықтан жалпы ал енді осы Нәзір Төреқұлұлының жаңағы атқарған айтуға тұрарлық істер жетерлік екені белгілі ғой. Мысалы, жалпы осы идея қайдан келді? Менің білуімше осы Астанада ашылып отырған тұңғыш музей. Әлде қателесем бе? Дұрыс айтасыз. Енді осы жылдың басынан бері біздің академия өте белсенді. Және де сапымызда өте молайды. Қазірдің өзінде 200 адамнан астық десек болады. Оның құрамында барлық топ өкілдері бар. Атап айтқанда ғалымдар тобы бар, спортшылар тобы бар, чемпиондар, федерация өкілдері дегендей, жастар қанаты бар, және де осы кәсіпкерлер қанаты бар, зиялы қауым өкілдері бар. Осының өзі осы соңғы этаптарда өте көп біздің академия құрамына кіріп жатыр. Осылардың бәрін біріктіретін бір дүние ғой, ұлттық рух десек те болады. Осын қайта жаңғырту, тірілту. Енді өткенде бәрі таңғап жатыр. Енді өзім де кеше осы экспедициядан келіп ойланып, ойға түйіп біраз шүкірлік етіп қойдым. Енді біз мынау январда, қаңтарда осы Нәзір атамыздың Нәзір Төреқұл музейін аштық Астанада. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, жақында мынау Қажымұқан драмасы қойылды. Енді осы драманың қойылуына да біз бастамашы болып себепкер болдық. Соған атсалыстық. Одан кейін осы экспедициямыз мынау Түркістан облысына балуан тас экспедициясы болды. Және де 4-ші ол жағы осы балуан тас көтеру рәсімі жаңғырды. Осыны жасадық. Және де енді міне бүгін сізге келіп отырмын. Түркістан облысында тағы да Сырлыбай Қалназаров атындағы өндірістік шеберхана ашылып отыр. Онда біздің осы балуан тастың копилкасына жатқызсақ болады. Түркістан облысында ма? Ашылып жатыр. Енді қалай дегенде айтып қалып отырсыз ғой. Нәзір Төреқұлов қалай құрылды, не себеп болды деген сұрап жатсыз. Енді бұның әңгімесін ұзағынан бастауға тура келеді. Бұл өзі қаңтарда ашылғанмен бұл әңгіме негізі 25-ші жылдың сонау маусым тамыздарынан бері қозғалып келе жатқан дүние. Енді тіптен біз оны қарашада, қазанда ашу жоспарда болған, бірақ көптеген себептермен осы қаңтарға ғана орайы келді. Енді неге деген сұраққа келетін болсақ, неге Нәзір Төреқұлов десек, енді бір жағынан көп сұрақ болды бұл бізге. Мысалы, балуан тас ұлттық спорт түрлері және мәдениет академиясы, ол негізінен өзіңіз білесіз, күш мәдениетін зерттейді, негізінен батыр балуандарды
солардың естелігін қозғайды, солардың тарихын қозғайды. Енді бұған Нәзір атамыздың қандай қатысы бар деген сияқты сұрақтар қойылды расында да. бұған дейін де. Енді оны жауап берейін. Әрине тікелей мағынасынан алып қарайтын болсақ, Нәзір атамыз яғни жаңағы күш мәдениеті өкілі емес, ол дипломатия өкілі. Бірақ оның менің өзіме жақындығы тұрғысынан және де ол кісінің атқарып кеткен ісі тұрғысынан ол кісінің Балуантас академиясына қатысы бар. Неге? Біріншіден енді жасыратын жоқ, мен осы Нәзір атамыздың ағайындарының бірі болып келем. Тым жақынды емес, тым алысты емес, сондай ағайыны болып келем. Содан соң ол кісі өкінішке қарай артында ұрпағы қалмады. Енді ұл қызы болған, бірақ олардан да ұрпақ жалғаспай қалды. Сонымен енді біз осы ағайын болып, ел жұрт болып, осы неге Нәзір Төреқұлының Астанада музейін ашпасқа деп ағайын болып өзара мәслихаттаса отырып, солай идея көтергенбіз. Сонымен жан-жақтан мәміле қылып, жағдай қаражат жиып, сонымен осы Астанадағы музейдің бүкіл мүмкіншілігін қалпына келтірдік. Бірақ бізде жаңағы айтып өттім ғой, бірден қазан қарашада аша алмаған себебіміз, қазір мынау мәдениет министрлігі шығарған заң бар екен. Қазір кез келген уақытта кез келген тұлғаның естелігін қозғай алмайды екенсің, музейін аша алмайды екенсің, жаңағы бюсті мүсінін қоя алмайды екенсің. Рұқсат керек па сонда? Сондай рұқсат намалары керек болды. Сонымен біз осындай құжат сұрақтарымен, мәселелермен біраз жүріп қалдық. Сонымен ары ойланып, бері ойланып, басында оны біз осы Астананың бір көрнекі жерінде еңселі бір музей, мұражай етіп қоямыз деген ойда болдық. Бірақ кейіннен жаңағы өзінің қисыны жолымен оны мынау осындағы Нәзір Төреқұлов атындағы мектептің ғимаратына орналастыру жөн көрдік. Енді бұны мен істедім деген ұят болар, мен емес, біз істедік деген дұрыс. Өйткені бұл жерде көп адам бар. Әрине құжаттама, мынау юристік жағынан болсын, әрине Балуантастың хаттары, Балуантастың мөрі сол бірінші кезекте. Бірақ бұл жерде жаңағыдай әрине Нәзір Төреқұлов атындағы Алматыдағы қоры бар, халықаралық қоры бар. Соның да елеулі үлесі бар. Одан кейін мынау Баймахамбет деген бір ағалары бар, Ермекбай деген кісілер бар, және де Нұрбол деген жігіттер бар. Мына осы кісілер кәдімгідей басынан аяғына дейін менімен бірдей жүгіріп, тіптен цементіне дейін тасып десе де болады, музейдің ішін орналастыратын заттарын солай жүрді. Және де тағы бір осы іс-шараның былай мазмұндық идеологиялық жағынан мынау Жарылқап Бейсенбай деген жазушы мықты ағамыз бар, танитын шығарсыздар. Сол кісінің де еңбегі зор болды. Яғни мысалы музейдің композициясында осы кісінің көзқарасы басты рөл атқарды десе де болады. Яғни бұл бір адамның емес, бұл көп деген мүдделі тараптардың бірлесіп атқарған іс-шарасы болды. Бұл жерден де жаңағы мектептің де өкілдері, мына білім басқармасына да алғыс айтқым келеді, орайын келіп тұрғанда. Астана қаласының білім басқармасы және мектеп өкілдері, ол кісілерге де мың алғыс, жаңағы бізге барынша атсалысты. Одан кейін мынау сыртқы істер министрлігі өкілдеріне, ол жақтағы Алтынбек деген бауырым бар, Данияр деген бауырым бар, Ерлан деген бауырым бар, соның басшылығы бар, ол кісілерге де алғыс айту керек. Ол кісілерде барынша қолдан келген көмегін аямады. Нәзір Төреқұлұлы мен Балуантастың арасында байланыстырып айтсаңыз. Енді өзіңіз білесіз, Балуантас ол бірінші қарағанда жаңағы физикалық рәсім сияқты көрінеді. Яғни бір белгілі бір тас, ауыр тасты көтеру, яғни қазақтың батыр балуандарына тән бір ерекшелік секілді көрінеді. Бірақ мен осы біршама уақыттан бері символдық Балуантас көтеру дегенді терминді айналымға қосып жатырмын. Яғни Балуантас ол бірінші мағынасында сол жағы тікелей физикалық Балуантастарды көтеру болса, яғни 300 килограмм, 500 килограмм, тоннаға дейінгі Балуантас көтеру болса, символдық Балуантас деген сол Балуантас секілді өз саласында, осы қазақтың бір қоғамының бір бағытында басқалар жасай алмаған, басқалар мүмкін емес деп есептеген, және де көтеріп орнына қою мүмкін емес деген мәселелерді көтеріп орнына қойып кеткен кісілерді мен осылай символдық Балуантас көтерген кісілерді қатарына жатқызып отырмын. Яғни символдық Балуантас көтерді деп. Сол мағынамен келетін болсақ, біздің Нәзір атамызда
символдық балуан тас көтерген азаматтардың қатарына жатады. Қалай деген кезде енді өзіңіз білесіз, мысалы Қажымұқан атамыз біздің бодан болған дәуірімізде жағы қазақтың өзінің тізгіні кеткен дәуірде қазақтың намысын, ерік жігерін, күш қайратын әлемге танытып кетсе, қалай танытып кетсе, сол сияқты Нәзір атамыз да сол мынау Кремльдің қанатының астында жүріп, қазақтың дипломатиялық талантын, дипломатиялық сондай бір мектебін көрсетіп, және де қазақтың да мәмілегерліктен ешкімге дес бермейтінін, сонау қазақтың билері бар ғой, Қазыбек, Қаздауысты Қазыбек секілді, солардың ізбасарларының әлі өшпегенін, орны бар екенін көрсетіп, яғни қазақ дипломатиясының балуантасын көтеріп, орнына қойып кетті деп есептесек болады. Сол жағынан келген кезде бұл кісі де біздің зерттеу нысанымызға айналып алады. Балуан тасты да, мысалы, белгілі бір балуан көтерген тасты енді көбіне 99%, одан кейін ол тасты басқа бір ешбір адам келіп көтере алмайды. Иә. Мына Нәзір Төреқұлұлының атқарған істерінде ешкім қайталай алмай отыр. Енді бұл кісі жаңа айтып отырмын ғой, қазақтың дипломатиясының балуантасын көтеріп кетті да. Ол заманда енді бұл кісінің деңгейіне жеткен ешкім болмады ғой. Мысалы, біз неге ол кісіні қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби дипломат дейміз. Бұған дейін қазақта дипломат болмады, елші болмады деген әңгіме емес. Бұл жаңа замандағы енді мынау Ақпатша заманымен кейінгі мынау Кеңес одағы орнаған кездегі ұғыммен, уақыт кесіммен алып айтқан кездегі тұңғыш кәсіби дипломат болып тұрды. Кәдімгі соның мектебінен өткен деп айтсақ та болады. Әйтпесе біздің Құдайға шүкір қазақтың өзінің соны ғұн саққа дейінгі тізбегі үзілмеген елшілер, дипломаттар тізбегі бар. Әрине ол енді бөлек әңгіме. Бірақ мынау жаңа замандағы болғандықтан біз солай кәсіби дегенді көбірек айтып жүрміз. Осы жағын айтуға болады. Музейдің ашылуы барысында конференцияда өтті. Сонда осы Нәзір Төреқұлұлына байланысты бір жаңа деректер айтылды, бір қызықты деректер. Ол кісінің ерекше адам болғанын, әр іске басқаша келгенін білеміз ғой мысалы. Енді ол кісінің енді конференцияда әрине бұл жерде аға буынға сәл базына наз айтуға тура келеді. Енді мен жалғыз бұл конференция емес, талай конференцияларға қатысып жүрмін. Сол кезде біз енді әрине бірінші кезекте сол тақырыпқа сай кісілерді шақырамыз. Содан кейін жастарды да шақырамыз. Сөйлей алатын кісілерді шақырамыз. Бірақ енді өкінішке қарай көбіне жұрт білетін 40 жылғы әңгімені айтып кеп сөйлеп отыратыны тағы бар да. Бұл жалғыз бұл конференцияда емес. Жаңа дерек айтылу керек. Иә, бұған дейінгі де конференцияларда мен талай байқағам. Енді көбіне мына совет кезінің азаматтары десек те болады, ағаларымыз ғой енді, ағаларымыз, аталарымыз сол кісілерге бірінші сөз кезегі тиеді, бірінші төр тиеді. Сол кісілерге молырақ уақыт беріледі. Бірақ жаңағыдай жұрт білетін, асса мынау Википедияда тұрған дүниелерді айтып кететіні бар да. Енді біреу айту керек шығар бұнда, кейінгі буыннан. Мен енді тыңдап отырған кісілер болса, жалпы бұл ғана емес, алдағы уақыттағы өтетін қаншама мыңдаған конференцияларда ескерсе екен деген ұсыныспен айтып өткім келіп отыр. Ол жерде де ондай бір олқылықтар болды. Балуан тас академиясының аз ғана уақыттың ішінде атқарған тағы бір үлкен шаруасы осы Астанада қазақтың даңқты палуаны Қажымұқан Мұңайтпасұлының өмір жолына арналған биографиялық драманың сахналануы. Енді біздің білуімізше бұған дейін кинолар түсірілді, бірақ театрда осындай қойылу бірінші рет сияқты. Енді бұл драманың да тарихы сол 2025 жылға барып тіреледі. Енді мынандай ғой, мен жалпы әр жүрген кезде мен өзімді дихан сезінемін да. Дихан дегенде осындай бір іс-шаралардың, үлкен дүниелердің. Мысалы мен қазірдің өзінде көп алда болатын дүниелердің негізін жасап дәнін сеп қойдым. Мысалы біз 26-да жасап атқан дүниелер, ол сырт көзге қарағанда апыл-ғұпыл ойламаған жерден болып көрінгенмен, оның дәні сол 25 жылы себілгенді. Мысалы 25 жылы біз атқарған істердің дәні ол 24-те себілген деген секілді. Қазіргі менің себіп атқандарым ол алдағы осы 26 жылдың өне бойында және 27-28-де көрініс табатын болады. Бұны да солай атқардық десек те болады. Әрине бұл да біздің осы қазір мен атап өткен Нәзір Төреқұлов музейімен байланысты. Өйткені бәр қоса қабатында іске қосылған, күш берілген, дем берілген жобалары да.
біз сол Нәзір Төреқұлов музейін ашамыз деп жаңағыдай жан жақпен ағайынға ұран салып, қаржы жинап, мүдделі тараптарды тауып, солармен келіссөз жүргізіп, хат жазып, хат алысып жатқан кезде осы мынау біздің Арман Сүлеймен деген бауырымыз бар, бренд амбассадоры, осы Балуантас академиясының үлкен балуан. Тас балуан. Иә, тас балуан десек те болады. Сол бауырымызға бір өнерпаз жігіттер хабарласты, режиссер, актер жігіттер. Бірінші кезекте сол Арманға хабарласты. Осылай біз бір идея іздеп жүрміз, осылай не істесек болады деген секілді ұсыныспен шықты. Сонымен енді жаңа мен сізге бір нәрсені атап өттім. Бізде Балуантастың жастар қанаты бар. Ол жастар қанатында жаңағыдай кілең сен тұр мен атайын жастар, жыршылар, өнерпаздар, тіптен жас кәсіпкерлер, әнші, актер, режиссер, білімпаздар, неше түрлі саланың өкілдері, айтишниктерге дейін бар. Сол жастар қанатында отыр. Бұл жігіттер сонымен бізбен сөйлесіп, не істеп, кейіннен осы біздің жастар қанатының құрамына кірді. Біздің осы Балуантастың идеологиясына әбден қанықты. Біраз уақыт бізбен бірге жаңағыдай әңгімемізді тыңдады, көрді, немен айналысып жатқанымызды көрді. Кейіннен осы Қажымұқан драмасын қоятын болып шешілді. Енді бізде білесіз, өзіміздің негізгі кейіпкерлеріміз осы Қажымұқан, Балуан Шолақ, Иман Жүсіп осылай кете береді, және де тағы батыр балуандар. Соның осы орайы осы Қажымұқанға келді. Өйткені бір жағынан өзіңіз білесіз, биылғы жыл бізде Қажымұқанның мерейтойлығы жылы 155 жылдығы соған орайластырылып кетті. Әрине бұл жерде де тағы да мен жасадым демеу керек, біз жасадық деу керек. Бұл жерде де өте көп тараптардың күш қосуы көрініс берді. Әрине театрдың өзі, Әзірбайжан Мәмбетов атындағы театрдың басшылығы, жақында басшылығымен таныстым, Майер деген үлкен бір сондай азамат екен. Қазақ емес, бірақ сондай өзге ұлт өкілі болса да, қазақша да білетін, осындай Қазақстан деген патриот азамат екен. Сол кісілердің рөлі бар. Біз былайша айтқанда бұл Қажымұқан драмасының жанын бердік десек болады. Мынау Балуантас концепциясы осы Қажымұқан драмасында көрініс тапты десек те болады. Әлеуметтік желілерден көрдім, әрине көрермендерге қатты әсер етті. Материалдық жағы енді әрине жаңағыдай сол театрдың өзінің мойнына алған дүниелер болды. Біз бұны көбіне мынау қалай дейді, рухани демеуші және руханият демеуші, рухани жағынан концепция беруші, жан беруші болды. Тәнді солар берді, жанды біз бердік десек те болады. Ана мәнін, мазмұнын. Өйткені бұл драманың басқа драмалардан ерекше болатын тұсы бар. Ол жаңағы тұңғыш рет осы Қажымұқан драмасында Балуантас көтеру рәсімі сахналанды. Оны барып көрген адамдар болса өздері түсінеді. Яғни Қажымұқан образы, Балуантас рәсімі, Балуантас образы, символы арқылы ашылды. Сол жағынан бұны ерекше деп атай аламыз. Әрине бұл жерде Ақниет Наурызбай дегенде осы драманы қойған негізгі біреу режиссер, біреу сценарист жігіттерге алғыс айтқым келеді, інішектерге. Сонымен қатар осы драмаға атсалысқан, ішіндегі ойнаған, бүкіл материалдық дүниелерін қалпына келтірген, тіптен мынау жарығына дейін қойған тағы басқа қаншама жігіттер, ұжымдар бар. Бәріне осы сәтті пайдаланып алғыс айтқым келеді. Жалпы осы тұста, жаңа өзіңізді сөзге арасында айта кеттіңіз, тағы бір тоқталғанымыз дұрыс сияқты. Жұрт тереңірек түсіну үшін әрине көп жұмыс жасалып жатыр ғой. Жалпы осы тұста, осы Балуантас идеясы дегенде ол қандай, не нәрсе? Осын түсінуіміз керек те, Балуантасқа неге соншалықты мән беріп отырсың? Неге Балуантас деп шапқылап жүрміз елдің бәрі? Енді Балуантас идеясы бұл концепция. Біздің мынау батыр балуандық дүние танымымыздың, мәдениетіміздің өзегі десек те болады. Жалпы менің түсінігімде бұл Балуантас ұлттық идея болуға да жарайтын дүние. Үлкен сондай бір дүние танымдық платформа десек те болады. Мысалы, осының алдында, сіздің алдыңызда менен мынау Қазақпаратқа Ризабек деген бауырымыз сұхбат алды. Мен осы жерде де осыны атап өттім. Яғни Балуантас ол ұлттық идея болуға да жарайтын дүние. Оған әзірге біздің идеологтар назар аудармай отыр деп. Неге? Өйткені біріншіден ол Балуантас, ол жаңа айтып өттім ғой, ол материалдық ізі қалған үлкен бір біздің дәстүріміздің, рәсіміміздің бөлшегі. Яғни
балуан тас көтерген батыр балуандарымыз өте көп, тарихи батыр балуандарымыз өте көп. Және ол тастар әр жерде жатыр Қазақстан бойынша, және Қазақстанның қазіргі шекарасынан тыс жерлерде қазақ ұлты өкілі мекендейтін жерлердің бәрінде жатыр. Яғни бұл материалдық ізі бар дүние десек те болады. Сонау сақ пен ғұннан келе жатқан дүние. Екіншіден бұның астары кең да, мынау мотивациялық астары, мағынасы, мәні өте терең. Мысалы, мен айтып өткен біздің жастар қанатына мен осы балуан тас концепциясын қойған кезде ол оларға зор күш қуат бітірді. Ең маңыздысы осы. Мысалы, мен айтып өткен Ақниет пен Наурызбай бауырларымыз драманы қалай қойғанын тыңдап отырсаңыз, оларға да осы балуан тас концепциясы, осы балуан тастың әңгімесі қатты әсер еткен, олар қатты қанаттандырған, рух берген да. Яғни мен оларға бір ғана міндет қойдым да, міндеттеме десе де болады. Әрине мен идеолог ретінде бұл жерде көрініс беріп отырмын да, жалпы бұл дүниелердің бәрінде бірінші кезекте. Мен оларға қойған мынау болды да. Енді детальдарға кіре алмайсың ғой. Ол детальдарға ол маман істейді да. Мен айтып отырмын да, сендер осы Қажымұқан драмасын терең мағыналы етіп қоя алсаңдар, онда сендердің де осы театр саласындағы балуан тас көтергендерің болады. Яғни сендер де осы палуан қатарына қосыласыңдар деп мен оларды бір рухтандырып қойдым. Яғни осының өзі нені көрсетеді? Мен жалпы бір нәрсені байқадым, мынау балуан тас концепциясы жастарға өте өтімді. Және өткені сол, оларға тау төңкерер күш қуат береді екен да. Жалпы балуан тастың архетипі ол толағай ғой. Өзіңіз білесіз, толағай ертегісі жағы сонау елдің қамы үшін сонау қиырдан тау көтеріп әкеп қойып береді ғой халыққа. Яғни осындай астары бар да. Бұл жерде бұл балуан тас идеясымен сусындаған, балуан тас идеясымен ауырған адам, ол міндетті түрде өзінің саласын жарат. Ол өзінің саласында басқалар мүмкін емес деп есептейтін дүниені жасап шығады. Ол мүмкін емес деген мәселесін көтеріп орнына қойып береді. Бұл мен символдық балуан тас деп атап отқаным сол да. Яғни әркім өз саласында балуан тас көтеретін болса, мынау Қазақстан ұлы державаға айналып кетер еді деп ойлаймын. Мысалы, менің балуан тасым не дегенде осы балуан тастың академиясы да. Мен мынау идеологияны көтеріп орнына қойып жатырмын. Бұл идеологияны маған дейін ешкім жасай алған емес, міне мен жасай алып жатырмын. Бұл мүмкін емес, мүмкін емес дүние болып тұрды. Міне мен мүмкін дүние қылып жасап жатырмын. Және де әркім өз саласында осыны жүзеге асырып жатыр. Міне бұның бісмілласын осы жастардан алып қарасақ болады. Қажымұқан драмасын қойды және қалай қойды десек те болады да. Өз басым драманың соңында Қажымұқан атамыз балуан тас көтеріп әкеп, әкесі мұңайтпастың моласын әкеп қойған кезде сондай көрініс бар да. Көзімнен жас шығып кете жаздады. Мен концепцияны өте терең түсіндім да. Неге? Бұл жерде ол балуан тастың нені символдап тұр, нені астарлап тұр деген кезде өзіңіз білесіз, Қажымұқан атамыз енді біздің бодандық дәуірдің перзенті ғой. Бірақ соған қарамастан ол бізді отарлаған метрополияның орталығына Мәскеу, Санкт-Петербургке барып, сол жақта оқуын оқып, осы күрестің, және де сол алаштықтарға көмектесу, қолдау. Сол жақтың беткүстар, сол енді Орыс империясы ғой, Ресей империясы. Сол Ресей империясының беткүстар палуандарынан тең дәрежеде, тіптен артық дәрежеде олармен бірге жарыстарға қатысып, ол жерде жеңімпаз болып, Харбинде тіптен Саракикидің беттерісін сыпырып алатын уақиғасы бар ғой. Ол жерде ол кісі дзюдодан да бүкіл күрес түрлерінен әлем чемпионы болады да. Сөйтіп біздің Ресейдің өзін мойындатып, әлемді мойындатып отырды. Яғни сондай бір сол заман үшін мүмкін емес миға сыймайтын дүние жасады. Артында қалың қазақ елі тұр ғой енді. Қазақтың былайша айтқанда күш қайратын, ерік жігерін, намысын көтеріп, соны орнына қойып кете алды. Сол мағынамен алған кезде ол кісі тура мағынасында да балуан тас көтерді, және ауыспалы мағынасында да, астарлы мағынасында да балуан тас көтеріп қойып кете алды. Бұл мағынасынан алып қарайтын болсақ, Қажымұқан атамыз да бір жағынан тура мағынасында балуан тас көтерген палуанға жатады, екінші жағынан символдық балуан тас көтерген балуанға жатады. Ол кісіні солай тіркеп отырмыз. Осылай атап өтуге болады. Яғни бұл балуан тас концепциясы біздің күштік кодымыз. Бұған біз қозғау беріп жатырмыз. Рухты оятатын дүние сияқты. Рухты оятатын, күш беретін, мотивация беретін дүние. Және бұдан да масштабқа
және кең ауқымға кететін болса, бұл қазақ елінде үлкен бір жағдай, бір өзгеріс, үлкен бір жағдай серпіліс күтіп тұр. Яғни қорыта айтқанда, мысалы жалпақ тілмен ұғынықты болу үшін балуан тас көтеру, бұл жай ғана тасты орнынан көтеріп күшін жаңа байқату ғана емес, халықтың мұңын көтеру ғой, ауыртпалығын көтеру, халықтың қамына әрекет ету. Астарлы мағынасы солай болып келеді. Осы идеяны шынында да түсінген әрбір қазақ бірден жаңағы ойлана бастайды шынында да. Мүмкін емес нәрсені жасайтын болады да, ол басқалар жасай алмаған нәрсе. Қызмет етуге шақыратын дүние ғой, бір сөзбен. Жақсы, енді біз бәріміз білеміз, осы Балуан тас академиясын жаңа өзіңіз де айтып өттіңіз, жер-жерде қазақтың даласында, ашық аспан астында балуан тастар жатыр. Соларға балуан тастың картасы жасалғанын білеміз, академияның жасады. Сол бойынша, мысалы, осымен 3-ші рет жақында ғана, осы күні кеше ғана Түркістан облысына экспедиция ұйымдастырылды. Енді мен байқағаным, әлеуметтік желілерде жазылды, ақпарат құралдарында да айтылды кеңінен. Мен байқағаным, осы алдында ұйымдастырылған 2 экспедицияға қарағанда, осы 3-ші экспедиция анағұрлым жемісті болған сияқты. Енді осы кеше айтып отырмын ғой, сізге тағы айтып отырмын. Жұрт таң қалып сұрап отыр, мен айтып отырмын, түпә-түпә деп түкіріп қойыңдар, көз тиеді, сөз тиеді деп айтып отырмын да. Жалпы біз осы наурыз айда әлі бітіп үлгерген жоқ қой, 3-ші ай 2,5 ай десек те болады. Осы 2,5 айдағы атқарған сүбелі еңбегіміздің бірі осы балуан тас экспедициясы болып отыр. Және бұл жолы біз Түркістан облысына экспедиция жасадық. Енді құрамында болдым. Енді кісілердің бәрі, барған адамдардың бәрі қанаттанып қайтты. Енді бұл жерде мынау ғой, бұның алдында біз Ақтөбеге экспедиция жасадық, Ақтөбе облысына. Бұл енді 25-ші жылы тамызда болды. Одан кейін мынау Павлодар облысы Баянауыл жаққа да экспедиция жасадық. Ол да сол тамызда болды. Содан берінгі уақытта, жаңа жылдың басында Түркістанға нәсіп болды. Айтпен сәйкес келді, жылдың басы наурызбен сәйкес келді. Бұл жерде сәйкестіктер өте көп, жаңағы айтсақ болады. Өзі келді ғой, экспедиция, бұл әдейі емес, сәйкестіктер өте көп болды. Біріншіден жаңағы ауыз бекіту кезеңімен сәйкес келді. Біздің мынау экспедиция құрамында кісілердің жартысынан көбінің аузы берік болды, мысалы сапар барысында. Одан кейін жаңағы айтпен сәйкес келді соңына қарай. Одан наурызбен сәйкес келді. Одан мынау біздің Түркістанда жүрген кезіміз президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың Түркістанға сапарымен сәйкес келді. Түркістанда болу. Сондай 4-5 сәйкестіктер орын алды. Тіпті мынау көкпардан әлемдік чемпионат болып жатты. Сонымен де сәйкес келді. Яғни сәйкестіктер өте көп болды. Символизм де өте көп болды. Енді бұл сапардың ерекшелігі не дегенде өздеріңіз білесіздер. Енді Түркістан ол жәдігері көп. Бірінші кезектен біз енді балуан тас деп бардық, әрине. Бүкіл Түркістан облысының балуан тастарының ізімен жүріп отырдық. Физикалық түрде көріп, қолымызбен ұстап дегендей. Сол балуан тас қай жерде бар, сол аудандарды аралап отырдық. Бұл жерде біз Шымкент қаласынан бастадық та, мынау Сайрам ауданы, Ордабасы ауданы, Бәйдібек ауданы, Созақ ауданы, Кентауды өтіп, Отырар ауданы, Сауран, Түркістан қаласы. Осылай бір шеңбер жасап шықтық десек те болады. Сонымен қатар, енді өзіңіз білесіз, Түркістан облысы ол әулиелер кеніші, өте әулиелі жерлер. Сондықтан біз енді Қосағабатында жағы шамамыздың келгенше әулие ата-бабаларымыздың да кесенелеріне зиярат қылып отырдық. Және оның Қосағабатында Түркістан облысының табиғаты көркем, бір жеріне ұқсамайтын, бір жер шөл болса, екінші жері көл, үшінші жер тау болса, төртінші жері бау, сондай өте сондай бір арақашықтықта сондай контрасттар жері деп атасақ та болады. Соның бәрін көріп шықтық. Мысалы жағы Ағамешіт әулие үңгіріне дейін көрдік. Ол да бір табиғаттың кереметі. Бір жағынан Есіркеп батырдың естелігін қозғайтын өзінің тамаша тарихы бар. Сондай жүріп өттік. Кеше біз есептеп отырсақ, 10 шақты әулиеге зиярат қылып, 20-дан аса балуан тастың басын барып зерделеп, және де 1000 шақырымда жүріп тастаппыз. Сол облыстың ішінде саным 15 шақты кісі болды. Енді бәрі қанағаттанды деп ойлаймын. Енді белгілі журналист ағамыз, Ерғали ағамыз болды, атақты блогерлер болды, журналистер болды.
Мына ең қатты әсер еткені меніңше мына Қажымұқан атамыздың жаңағы кесенесіне бару болған сияқты. Жаңағы музейінде болу. Ана өзі Қажымұқанның өзі көтерген палуан тасты көру, қолмен ұстап көру, палуан тасы бірнешеу жатыр ғой музейде. Қажымұқан атамыздың енді шаңырағында болдық. Темірландағы кесенесіне зиярат қылдық. Жалпы біздің басты бағытымыздың біреуі сол Темірлан болды. Соның ішінде жақында қайтадан жаңартылған музейі болды. Қажымұқан Мұңайтпасұлы атындағы. Сол жерде бір қуанарлығы біз үшін көп жұмысты музей қызметкерлері де жасап қойыпты. Қажымұқан атамыздың төңіректегі біраз балуан тастарын теріп қойған. Яғни біз үшін ол үлкен бір жаңалық болды. Және салмақтарына дейін өлшеп қойған екен. Оны осы экспедиция мүшелері көрді. Ішінде түрлі балуан тас түрлері болды. Жалпы балуан тастардың өзін біз төртке бөліп жүрміз ғой. Біреу жаттығу үшін көтерілген балуан тастар, екінші өтініш бойынша көтерілген балуан тастар, үшінші бәсеке ерегісі ретінде көтерілген балуан тастар, және мәміле ретінде көтерілген балуан тастар деп. Енді мен қазір осы 4 топқа 5-ші топты да классификация қосуды ойлап қайттым осы экспедициядан. Мынау күш ойындары, ойын ретінде көтерілген балуан тастар деп. Яғни жаттығуға емес, басқаға емес, яғни 5-ші топты. Өйткені біз осы Түркістан облысын аралаған кезде, әсіресе Қажымұқан атамыздың мұрасын қараған кезде, осы оксенде цирк ойындарын көрсеткен, түрлі жерде таспен ойын көрсеткен ғой. Кеудесіне тас қойып сындыртқан деген секілді. Көбіне осы тастардың сақталып қалғанына көз жеткіздік. Және де оларды да еркін балуан тастар қатарына жатқызуға болады. Яғни осыны біз өзіміздің бір копилкамызге алдық, реестрге алдық. Енді кесенеге барғанда өзіңіз көрдіңіз, қатты әсерлі болды. Сол жерде бір қара шаңырағына, Қажымұқан атамыздың қара шаңырағына бас сұқтық, яғни ұрпақтары отырған Темірлан селосындағы. Сол жерде менің өзімді де қатты әсерленген дүние ол Қажымұқан атамыздың ожауы, арбасының белдігі, бел темірі, сосын гармошкасы болды, сырнайы, одан кейін шабаданы болды. Яғни өзінің өз қолымен ұстаған, өз тұтынған заттары болды. Солар маған қатты әсер етті. Экспедициямен барған адамдар енді жақсы ырымдап, сол ожаудан ауыз ашты ғой. Ожаудың өзі бір бөлек әңгіме. Біз енді 15 шақты адам болып жүрдік қой. Сол кезде ауыз ашар уақыт тақаған кезде біз Қажымұқан атамыздың қара шаңырағының келініне өтіндік. Осылай бізге осы ожаумен ауыз ашсақ бізге су берсеңіз деп. Кейіннен ауыз ашқан кезде бәріміз сол бір ожаумен бір сумен ауыз ашып шықтық. Тағы бір 4-ші шара осы балуан тас академиясы іске асырған. Ол шынында да Түркістан облысының Отырар ауданындағы кезінде Қажымұқан Мұңайтпасұлы өзі өмір сүрген, туған жері Шәуілдір ауылында, Отырар ауданында. Осы балуан тас көтеру рәсімінің араға бір ғасыр салып барып жандануы болды. Елдің алдында көрсетілді. Енді бұны тәптіштеп айтып берейін. Өйткені біздің осы экспедициямыздың, Түркістан облысына балуан тас сапарымыздың тәжі десек болады. Жалпы бүкіл осы миссиямыздың негізгі мұраты да осы болды деп айтсам артық айтқандық емес. Өйткені мен бұған ниет қойғанына көптен бері ниет қойған едім. Жалпы осы Шәуілдірде балуан тас көтерту. Енді кім көтереді деген сұрақты мен осы экспедиция барысында шештім де. Ал жалпы бұған ниет қойғаныма көп уақыт болған. Неге? Енді өзіңіз білесіз, балуан тас көтеру рәсімі жалпы бұл үрдіс, бұл тоқтағанына көп болған. Киелі үрдіс болғанымен бұл тоқтады. Кімнен тоқтады және қай жерде тоқтады деген мәселе бар да. Енді әрине біздің осы қазіргі Қазақстанның шекарасымен алып қарайтын болсақ, бұл үрдіс Шәуілдірде тоқтады және Қажымұқан атамызда тоқтады. Енді бұның уақиғасын кеңінен айтып беретін болсақ, мынау 1940 жылдары дейді, Қажымұқан атамыз осы Шәуілдірде балуан тас көтерді дейді. Бірақ бір нәрсені айту керек та, Қажымұқан атамыз өмірінің соңғы бір деректерде 15 жыл деп келеді, бір деректерде 11 жыл деп келеді. Өмірінің соңғы жылдарын, 10 жылдан астам уақытын осы Шәуілдірде Отырар ауданында өткізді. Яғни ол жерде Қараспан бар, өзінің арғы Мұңайтпастың әкесі Ернақының моласы бар, сосын шешесі Кабираның моласы бар, екі ағасы Асан мен Үсеннің моласы бар, сосын бұл кісінің өзінің тікелей аталастары, ағайындары
мәді мен сәді егіз ғой енді бұл кісілердің аталары. Сол мәді мен сәдіден тарайтын ұрпақтары бар, олардың бәрі мына Отырар ауданында Шілік төңірегінде отыр. Яғни содан кейін кейіннен Мінай деген апамызға сол жерде үйленгені бар, оның ұрпақтары Темірланда отыр. Одан кейін тағы бір апамызды алып, одан тағы туғандары бар. Яғни осы Шәудір мен бұл кісінің өмірінің байланыстыратын дүние бар да. Сөз алдыңызда осы жерде мынаны айтып кетейікші. Мысалы, көп адам осы шатастырады. Бірі ол кісі Ақмола облысында өмір сүрген, бірі Темірлан ауылында, Түркістан облысында өмір сүрген, бірі Отырарда Шәудірде өмір сүрген. Енді бұл жерде бір үлкен тарихи уақиға бар да, бұл кісінің Мұңайтпас атамызға қатысты. Мысалы, біз білеміз, ресми тарихта, жалпы мынау кеңес кезінде түзілген тарихта, бұл кісіні осы Ақмолада туды деп атап жүр. Мысалы, менің өзімде, енді мысалы Балуантас кітабын жаздым, тағы басқа дүниелер жазған кезде мен бәрібір сол ресми тарихты ұстанатын адаммын да. Өйткені оны ресми түрде тарихшылар шығып, уағдаласып, тумады деп жоққа шығарған жоқ. Сондықтан мен ол ресмиетті ұстанған адам ретінде мен ылғи Қажымұқан атамызды осы Ақмола облысының тумасы деп берем. Туылды осылай деп. Бірақ оның да артында зор аргументі бар дүние. Бұл жерде Мұңайтпас атамыздың өзінің ағайындарымен бір ат дауы бар, бір бәйге көкпар атының дауы бар. Соның негізінде Ақмолаға кетті деп келетін бір уақиғасы бар. Бұл енді ұзақ әңгімелейтін дүние да. Жалпы осындай да бір әңгімелер бар. Бұл кісінің өмірінің соңғы уақытын сол жақта өткізуі де тегінен емес та. Бұның бәрінің астарында бір тарихи деректемелер жатыр. Енді оны басқа да тарихшылардың үлесіне қалдырайын. Енді біздің негізгі әңгімеміз қазір Шәудірдегі Балуантас болып тұр ғой. Сонымен енді қалай деген кезде жалпы мынау қазіргі Қазақстанның шекарасымен алып қарайтын болсақ, ең соңғы Балуантаста Шәудірде көтерілген екен. Бұл енді қалай болды деген кезде мынау Шәудірдің өзінде Отырар ауданында сол кездегі Мырзахмет Сүлейменов деген жергілікті милиция бастығы болған екен. Сол кісі мынау Қажымұқан атамызбен өте жақсы сыйластықта, бауырластықта болады. Сонымен әзілдесетіні бар екен бір жағы. Мүмкін жастықтар қатар болды ма әйтеуір, өте сондай бір әзілде қойып кететін кездері бар екен. Сонымен бір күні сол Мырзахмет Сүлейменовтің үйіне барып қалса, ол бір 10 шақты жігітпен тура есігінің алдындағы бір сандық бейнелес, сандық формалас бір тасты домалата алмай, жолдан алып тастай алмай жатыр екен да. Сонымен Қажымұқан атамыз келіп қалады. Сонымен тікелей айтуға ол кісі батпайды да, бірақ Қажымұқан атамызға қарап тұрып, мына тасты алып тастайтын Құдай маған Рүстемдей дәуді бермеді ғой деп бір күліпті да. Сонымен оның ымды түсінбеген дымды түсінбейді деген бар ғой. Нені ымдап тұрған Қажымұқан атамыз түсінеді де, оған күліп қарап, әй Мырзахмет, ауылыңда Рүстемдей дәудің өзі жүрген кезде неден састың деп бір реплика тастап алады. Сонымен сөзге келместен енді көтер деген әңгіме ғой, мынаны көтер деген әңгіме ғой. Бұны бұл кісі түсінеді да. Сонымен анау тасты жылыштамай тұрған жігіттердің көзінше бісміллә деп әуіптеп келіп, тасты көтеріп алып, сонымен бір-екі рет шайқалақтап тұрып, былай лақтырып жіберіпті дейді да. Сонымен ел шу ете қалады. Енді қаншама жігіт орнынан тапжылта алмай тұрған зіл тас қой. Сонымен елдің арасында әңгіме кетеді, ойбай Қажымұқан осылай Мырзахметтің үйінде тас көтеріпті, ол тас дегенің осындай екен деп. Кейінмен бұны Әуелбек Қоңыратбаев атамыз, Қызылордалық, өзіңіз білесіз, сол кісі Қажымұқан атамыздың аузынан көп дүниелер жазып алған. Шәудірге барып, өз аузынан көп дүние жазып алады. Сосын сол төңіректегі Қажымұқан атаға қатысты біраз басқаларының да аузындағы әңгімелер жазып алады. Сол кезде осының тасты өз көзімен көріп, және де өз аузынан естиді ғой, бұл қалай болды, не болды деп. Сол кезде тас енді өте алып дейді да. Сандықтай дегенде де салмағы кемі бір 30-40 пұт дейді. 30-40 пұт дегеніміз 30 пұт болатын болса, бұл 500 килограммды алып тұр кемі. Ал енді 40 пұттың аралығында болатын болса, бұл 500-600-ға барады да. Сондай нән тас. Сонымен бұны қалай көтеріңіз деген кезде айтты дейді. Ой, не жасыратыны бар. Ана Мырзахмет дегеннің сөзіне ерем деп, тасты көтергенмен белім шаншып қалып 3 күндей ауырып жүрдім деп шынын айтқан екен. Бірақ бір нәрсені ескеру керек та, бұл кезде Қажымұқан атамыздың жасы 70-тен асқан кезі да, жас кез емес. Ал енді біз анау кеше
Темірландағы Қажымұқан музейінде көрген тастарды көрдік. Ол кейбіреулер жасырақ кезінде көтерген тастар да, мысалы 530, 560, 330 деген сияқты жай әшейін көтерілген тастар. Мынау 70 жасында көтерген тастар. Сондықтан бұл жерде ол кісіге кінә қоя алмаймыз. Осының өзі масқара, тамаша. Сонымен содан жалпы Шәуілдірде ғана емес, оңтүстік өлкеде ғана емес, бүкіл мынау Қазақстан аумағында балуан тас көтеру рәсімі тоқтаған екен. Мен енді қарадым ғой біраз, өзінің шартымен, жолымен көтерілген тас тоқтаған екен. Әрине, Қажымұқаннан кейін көтермеді десек те ұят болады, жалған болар еді. Мысалы, мынау Қытай тарабындағы, Алтайдағы қазақтар ол беріге дейін сәл көтеріңкіреген да. Мысалы, Дәлелхан деген балуан бар да, ол 1952 жыл балуан тас көтерді дейді. Яғни, егер қазір Қазақстанның шегімен алып қарайтын болсақ, сол Шәуілдірде балуан тас көтеру тоқтаған, бірақ Қытай тарабында осылай Дәлелхан атамызда көтерген екен. Ал енді неге дәл сол Шәуілдірге бар балуан тас көтерді деген кезде ырымдадық та. Шәуілдірде балуан тас көтеру жалпы қазақ елінде тоқтады, және де осы Шәуілдірде қайтадан балуан тас көтеру жаңғырсын деді. Сосын мынау мен енді осы балуан тас көтерер кезде мен бірнеше жігіттерге қолқа салдым да. Мысалы, Азамат Мақұлбеков деген Арыстың жігіті бар, Толағайдың чемпионы. Мынау Мақсат деген Қармақшақтың Қазақстан барысы болған барыс жігіт бар. Тағы мынау Жәмәли деген ағамыз бар, Қытайдан келген. Мен тағы біраз кісілермен сөйлестім. Осылай балуан тас көтерсеңіздер қалай болады? Осылай тоқтапты. Міне 80 жылдан аса жыл өтті. Қазақ даласында рәсім тоқтап қалды, соны жаңғыртайық деп. Сонымен енді олай болды, бұлай болды. Бұйырғаны осы біздің Арман Сүлеймен өзіміздің балуан тас академиясының бренд амбассадоры, осы Арекең ғана белін буып тәуекел етті. Және де бұдан жаман болды деп ойламаймын. 200 келі тартады ғой көтерген тас. Енді бізге Акиматқа неге енді біз өтіндік, бізге кемі 150 килограмм болатын таза әзірлесеңіздер деп. Өйткені оңай емес. Бұл жерде денсаулықтың мәселесі, ол енді Қажымұқан, Көкжалбарақ, Наурызбайлардың заманы, енді ол басқа сападағы адамдардың кезі ғой. Біз енді мынау Кока-кола ішкен дегендей, чипси жеген заманның бәрібір перзенттеріміз ғой. Сондықтан біз енді 150 сұрадық. Бірақ енді менің барып соған жауапты болған адамдармен сөйлескенде түсінгенім, олар менен көзін тайдырып әкете берді. 150 ма десем 150 дейді, бірақ көзін тайдырып менен қашқалақтап. Енді тас дайындау да оңай емес та, оны әкеліп сен сұраған салмаққа келтіріп деген. Сонымен біз кейіннен байқадық, ол тас 150 емес, ол 180-200 килограммның аралығындағы тас екеніне көз жеткіздік. Өйткені біздің Арман Сүлеймен, Арекең, ол 140-ты мынау спорт залдарда жай алып жүрген адамды. Ана көтерген кездегі видеосын көрсеңіздер де, басқасын көрсеңіздер де өте ауырсынғанын байқайсыздар. Яғни бұл тас Арман Сүлейменов Арекең намысқа тырысып, тәуекелдеп, әруақтап тұрдық қой, енді жанында ұрандап. Сол жерде көтеріп, шартты орындап, орнына қойып берді. Шында да енді тарихи оқиға болды ғой. Мысалы, Арман Сүлейменов бауырымыз тарихта қалып деуге болады ғой. Бұл тасты қазір мынау мен енді екі музейдің директорын айттым. Біреу Отырар музейі, екіншісі сол жерде Әбу Насыр Әл-Фараби музейі бар. Қайсысы жәдігер көріп алып кетеді екен деп, сол Әбу Насыр музейі директоры әбжілдік танытып өзінің музейінің алдына апарып қойды. Енді сол жерге тастың түбіне тұғырын дұрыстап, қайтадан жазуын жазып қойып қояды. Бұл да бір тарихи нысанға айналды. Енді біз былайша айтқан кезде, бұған дейін біз балуан тастарды іздеген кезде тек қана бұған дейінгі тастарды іздедік қой, соларды ғана белгіледі, соларды ғана тізімге кіргіздікті. Бірақ жаңа тас жасау мүмкіндігі жоқ, өйткені өтіп кетті, тарих өтіп кетті. Не бар, сонымен ғана қанағат етіп жүрдіге. Ал енді осы үрдіс арқылы, осы балуан тас көтеру рәсімі жаңғырту арқылы біз былайша айтқанда қазақтың ұлттық спортында, руханиятында жаңа бір кезеңнің есігін аштық десек те болады. Өйткені бұдан былай балуан тас көтеріле беретін болады. Яғни біз балуан тас көтеру өндірісінде Қосағабатында іске қосып кеттік десек болады да. Жаңа бір дәстүр дәстүрді спорттық дәстүр бастап кеттік десек болады. Осының өзінде қазір бізді
мысалы осы біздің балуан тас академиясын балуан тас көтеріңдерші деп мынау Созақ ауданы өкілдері байланысқа шықты. Оларда да бір іс-шара болып жатыр екен, бізге келіп балуан тас көтеріп қалай әсер етіп жатыр? бізге де балуан тас қалдырсаңдар жәдігер деп жатыр. Мынау Қызылорда жақтан байланысқа шықты, Маңғыстау жақтан байланысқа шықты, Абай облысы жақтан байланысқа шықты. Яғни бұл жақсы үрдіс та. Біздің мынау қазақ халқының бірден қабылданып жатыр. миы қозғалысқа түсті. Мынау ұйқыға кеткен батырлық балуандық рухы оянды, селт етті да. Мына Серік Ерғали ағамыз айтты ғой, мәдениеттанушы. Биылғы Наурыздаманың ең селт еткізері жаңалығы осы балуан тас көтеру болды деді. Және де осы балуан тас көтеру инициативасының менен шыққаны, біздің балуан тастан шыққаны, және осы іс-шараның басынан аяғына дейін біздің балуан тас академиясының атқарғаны мен үшін мәртебе. Өйткені қанша федерация бар, мысалы 20 регионда 20 қазақ күрес федерациясы бар, тағы республикалық федерациялар бар да, спорт министрлігі бар, бірақ осыны біз іске асырдық, біз орнына қойдық, толымдетіп атқардық, және де үкіметтен жарты тиын да бұған шығын шығарған жоқпыз. Жарты тиын бұған шығын болған жоқ. Бәрі өзіміздің энтузиазмымызбен, өзіміздің ерік жігерімізбен десе де болады да. Бұған ешқандай бір шығын кеткен жоқ.